аяқ киім таза болса және басы бүгілсе, ол аяқ киіммен намаз оқуға болады. Егер осы екі шарты да болмаса, ол аяқ киіммен намаз оқуға болмайды. Егер таза болмаса, нәжіс деген болса. Сосын аяғы бүгілмесе, жаңағыдай басы бүгілмесе, темір болса, ол ондай намазбен аяқ киіммен намаз оқуға болмайды. Сондықтан жаназа намазына тұрған кезде, егер сіз 100% сенімді болсаңыз, аяқ киіміңіз таза екеніне, немесе жұмыста жүрсеңіз, оқыңыз, болады сол. Және аяқ киіммен намаз оқуға. Ал егер сіз сенімсіз болсаңыз, өйткені қазіргі аяқ киімдердің асты бұрынғыдай тегіс емес. Mesela бұрынғы аяқ киімдер, мысалы бір нәжіс бассаң, әрі қарай мысалы жүре берсең, ол жақсы тазарып кетер. Сіндірмейтін сондай материал болса, өзіне нәжіс сіндірмейтін материал болса. Ал қазір аяқ киімдердің асты тегіс емес қой. Бір жерлеріне нәжіс тұрып қалуы мүмкін да. Оны шұқып бәрін тазалау керексің ол үшін. Сондықтан аяқты шешіп оқыған абзал.